Қазақстан әлемнің басқа елдері сияқты Қытай компаниялары өндіретін бейнебақылау камераларын көптеп тұтынады. Бейнебақылау камералары сізді стратегиялық нысандарды үздіксіз видеоға түсіріп, оны серверлерде сақтап отырады. Бүгін осы деректердің қауіпсіздігі туралы айтамыз. Көшедегі, тұрғын үйлердегі түрлі ғимараттардағы мыңдаған камералар. Батыс елдері кейінгі жылдары ақпараттық қауіпсіздік тұрғысында Қытай үкіметімен байланысы бар компаниялардың өніміне күдікпен қарай бастады. Одан қандай қауіп бар? Қазақстанға Қытайдың бейнебақылау камералары қаншалық көп келіп жатыр? Жауабын біргіздейік. Ready, set, go. Лондон. Хакер BBC телеарнасы ғимаратында тұрған қытайлық Hikvision бейнебақылау камерасын 11 секундта бұзып кірді. 11 seconds. We have access to that camera now. Ары қарай камераны басқарып, не болып жатқанын бақылай алады. Тіпті қызметкердің компьютер паролін, телефонындағы құпия кодын да біле алады. Zoomed in, I can see his phone screen. Бұл былтыр британиялық BBC арнасының америкалық бейнебақылау индустриясын зерттейтін IPVM компаниясымен бірігіп жасаған эксперименті. Hikvision компаниясы бұл кемшілік 2017 жылы түзелген, біз басқа елдің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндірмейміз деп жауап берген. Енді мынаған қарайық. Азаттықтың Украин редакциясы кибер қауіпсіздік мамандарымен бірге қытайлық екі көшбасшы Hikvision және Dahua Technology компаниялары 2015, 19, 23 жылы шығарған өнімдерге тест жасады, сынақтан өткізді. Нәтижесінде ескірек бақылау камералары хакерлік шабуылға оңай ұшырайтыны белгілі болды. Ал жаңалары ше, жаңаларын бұзып кіру қиынырақ, интернетке қосылған камералар жазылған ақпаратты шифрланған күйде қытайлық компанияның иелігіндегі және олар жалға алып отырған серверлерге жөнелткен. Ал деректің бір бөлігі Қытайдың мемлекеттік ChinaNet провайдеріне қарасты серверге кеткен. Украиналық сарапшылар Қытай компаниялары деректерді басқыншылық соғыс жүргізіп жатқан Ресейге беруі мүмкін дегенді айтты. Себебі Мәскеу мен Пекин 2021 жылғы келісім бойынша әскери әріптестік негізінде өзара барлау деректерін алмасады. Бұл ақпарат ақш конгресінің былтырғы зерттеуінде айтылған. Зерттеу авторлары Hikvision және Dahua компанияларына камералардың қауіпсіздігі және Ресеймен ықтимал әріптестік туралы бірнеше сұрақ жіберген, бірақ жауап келмеген. Осы екі журналистік материалдан шығатын екі күдік һәм сауал. Қытай компанияларының өнімі хакерлік шабуылға шынымен оңай ұшырай ма? Бейнебақылау камераларындағы ақпаратты Қытай билігі өз қажетіне қолдана ма? Hikvisionның 36,35% акциясы Қытайдың мемлекеттік China Electronics Technology Hik Group компаниясына тиесілі. Ал Dahua Technology компаниясының ең ірі мемлекеттік акционері China Mobile телекоммуникациялық компаниясы. ақш Hikvision мен Dahua Technology-ға Шыңжаңдағы ұйғырлар, қазақтар және басқа да мұсылмандарға қысым жасауға атсалысты деп 2019 жылы Қытайдың бір топ компаниясымен бірге санкция салған. US has blacklisted nearly 30 Chinese companies. That it's going to be blacklisting 28 Chinese entities. The Trump administration blacklisted 28 Chinese entities. Ақпаратқа қарағанда жаңартылған камералар көшедегі адамды танып, оның ұлтын анықтап, құзырлы органға жеке дерегін шығарады. Сол кезеңде Пекин ақштың санкциясын қате шешім деп түзетуді сұраған. Біздің ұстаным нақты әрі ашық. Қытайлық компаниялардан әрдайым шетелге инвестиция құярда халықаралық нормаларға бағынуды және өзгелерден де Қытай кәсіпорындарымен әділ әрі дискриминациясыз қатынас жасауды талап етеді. Бақылау технологияларын өндіретін компаниялар Шыңжаңдағы мешіт, мектеп, көше, қамау орталықтарында камераны көбейткені үшін ғана емес, кибер қауіпсіздік Қытай билігімен тығыз байланысы бойынша да алаң тудырған. Ал осы 2019 жылы Қазақстан президенті Қытайға сапарында Hikvision компаниясының штаб пәтеріне барған. Елге келген соң Қазақстан қалаларын цифрландыру үшін Қытай тәжірибесін үлгі еткен. Они оцифровали все основные города, причем оцифровали очень глубоко.
Олар негізгі қалалардың бәрін цифрландырған, өте терең цифрландырған. Қалай жасағанын түсіндірмей ақ қояйын. Экранды түртіп қалсаң, адам жайлы бар ақпарат шығады. Қай жылы институт бітірді, бос уақытында қайда барады, қандай кредиті бар, бәрі шығады. Бізге осы бағытта жүру керек. Бұл әлемдік тенденция. Нам нужно идти в этом направлении. Это тенденция, это мировая тенденция. Қазақстанға сырттан жыл сайын жалпы құны бірнеше миллион доллар болатын камералар әкелінеді. Қазақстанға импортталатын бейнебақылау камералары мен оған қатысы бар жабдықтардың негізгі үлесі Қытай компанияларына тиесілі. Оны нақты сандарға қарап байқауға болады. Халықаралық сауда-саттықта бейнебақылау камералары өзге де видео таспалайтын камералармен қатар 8521 және 8525 деген тауар кодымен рәсімделеді. Олардың ресми құжаттағы атауы мынандай: 8521 видео тюнері қосылған не қосылмаған бейне таспалағыш және ойнатқыш аппарат. 8525 радио хабар немесе телехабарға арналған қабылдағыш, дыбыс жазғыш немесе дыбыс ойнатқыш құрылғысы бар аппаратура, теледидар камералары, цифрлы камералар және таспалаушы бейне камералар. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сәйкес 2021 жылы Қазақстан 8521 кодымен сипатталатын тауар түрін шетелден 1 миллион 282 мың долларға импорттаған. Мұндағы Қытай экспортының үлесі 812 мың доллар, яғни жалпы импорттың 63,42%. Екінші, үшінші орындағы экспорттаушылар Словакия мен Ресейдің үлесі бұдан 3-6 есе аз. Ал 8525 кодымен сипатталатын тауар 5 миллион 940 мың долларға импортталған. Бұл тауардың да 60%-ға жуығы Қытайдан келген. 2022 жылы Қазақстанға видеокамера импорты 10 есе өскен. 8525 кодымен тауар 12 миллион 733 мыңға келген болса, оның 63%-ы Қытай компанияларына тиесілі өнім. 8525 кодымен сипатталған тауар 59 миллион 733 мың долларға импортталған. Оның 58%-дан астамы Қытайдан келген. Қытайдың бейнебақылау камералары бір ғана компаниядан келіп жатқан жоқ. Өндіруші өте көп. Соның ішінде жоғарыда аталған Hikvision және Dahua Technology компанияларының көрсеткіштеріне көз салсақ. Sino IMAX дерек базасының ақпаратына сәйкес 2018 жылдан бері осы екі тауар түрін Қытай тарабы Қазақстанға 195,9 миллион долларға экспорттаған. Sino IMAX дерек базасына барлық кеден дерегі ене бермейтіндіктен бұл соманы кемінде деп айтқан жөн. Оның ішінде 39,16 миллион доллар Dahua Technology компаниялар тобының, 77,13 миллион доллар Hikvision компаниялар тобының өнімі. Яғни Hikvision және Dahua компанияларының бейнебақылау камераларын Қазақстан тарабы 6 жыл ішінде кемі 117 миллион долларға импорттаған. Кеден декларацияларында Dahua Technology мен Hikvision өнімдерін Қазақстанда тіркелген 20-дан астам компания импорттаған. Байқасаңыз, тізімде қос компанияның Қазақстандағы өкілдігі де бар. Тізімдегі компаниялардың кейбірі мемлекеттік сатып алуға қатысып, бейне камера жүйесін орнату бойынша түрлі сомаға тендер ұтқан. Мысалы, Dahua Technology Қазақстан компаниясы серіктестер қатарына қосқан Алмат 2050 компаниясы Астана әкімдігіне қарасты мекемеге бейне бақылау жүйесін орнатқан. Техникалық сипаттамасында тауардың маркасы Dahua деп көрсетілген. Distribution Center Co. жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы Жамбыл ауданында орналасқан төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты нөмірі 28-237 әскери бөліміне Hikvision компаниясының бейне тіркегіші мен аналық тақта жеткізген. Hikvision камерасын Алматыда орналасқан ішкі істер министрлігіне қарасты әскери бөлімнің сыртынан да көрдік. Торговый дом Интант мекемесі Hikvision камераларын қолдану бойынша ядролық физика институтында біліктілікті арттыру курстарын өткізген. Осындай мысал келтіруге болады. Бұл жерде заңға қайшы ештеңе жоғын ескерейік, тіпті тауарды Қытайдан тасымалдаған компаниядан өзге бір компания не жеке кәсіпкер сатып алып, әлде бір ғимаратқа орнатуы я осындай мемлекеттік тендер алған болуы әбден мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе. Назар аударатын мәселе мынау. Hikvision және Dahua Technology бақылау камералары мемлекеттік мекеме стратегиялық нысандарда таспалаған, жазған дерекке үшінші тарап қол жеткізе ала ма? Ақпарат қауіпсіздігі қалай қорғалады?
Басты мәселе Hikvision мен Dahua Technology компанияларының ішінара Қытай үкіметіне қарайтыны ма, әлде бағасының қол жетімділігі ме? Осы сауалдарға Қытайдың бейнебақылау камераларын зерттеп жүрген шетелдік екі сарапшының жауабын тыңдайық. Алғашқы сұрақ: Hikvision мен Dahuaның негізгі күдікті тұсы не? Well, Hikvision and Dahua both are trying to gain market share. Hikvision мен Dahua орталық Азия сияқты дамып келе жатқан нарықта үлесін ұлғайтуға тырысады. Бұл олар үшін құнды ұсыныстың бір бөлігі. Сондай-ақ олар камераларынан деректерді жинай алатын болса, бұл олардың алгоритмін сынақтан өткізуіне көмектеседі. Кейбір камералардың бір проблемасы мынада: оларды Қытайдың мемлекеттік бақылау бағдарламаларына қатысатын этикалық стандарттары күмәнді компаниялар жасаған. Мұның ең айқын мысалы екі компанияның да Шыңжаңда бақылау желілерін жасағаны, адамдарды нәсіліне қарай жіктей алатын бағдарламалары барын жарнамалағаны. Олар кейде ұйғыр ұлтының өкілдерін нысана етіп жеке басын анықтайтын камера жасайды. Мұндай технологиялардың Қазақстандағы қаупі туралы айтсақ, әрине бұл елде белгілі бір ұйғыр азшылығы бар. Яғни Қытай тарабының ұйғырларды нысанаға алуына мүмкіндік береді. Қазақстан үшін бұдан басқа да жақтары бар. Мұндай камералардың үкімет бақылауда ұстағысы келетін белгілі бір жеке тұлғаларды, белсенділерді профильдеу мүмкіндігі де бар. Ол осы процесті асыра істеп, азаматтық қоғамның белсенділігін тежеуі мүмкін. And could have a freezing effect on civil society activism. They should be secure. It's really that simple. But they are very often not secure. Олар қауіпсіз болуға тиіс, бірақ жиі қауіпсіз емес болып шығады. Бұдан бөлек Hikvision'ды мемлекет құрды. Мемлекет бақылайды. Жеке қаржы есептерінде солай жазылады. Its own financial filings. One part. Бір бөлік емес пе, толықтай емес. That's a false narrative. Бұл қате түсінік. Қаржы есептеріне сәйкес оны мемлекет бақылайды. Солай жазылған. Мемлекет жай ғана ірі акционер десе, бұл адамдарды шатастырады. Себебі мемлекет бақылаушы акционер, жай ғана ірі акционер емес. They're misleading people because the state is the controlling shareholder, not just a large shareholder. About the connection with state, Dahua doesn't deny that. Мемлекетпен байланысы бойынша, Dahua мемлекет акционерлерінің бірі екенін жоққа шығармайды және ол компания жұмысына ықпал етпейді деп мәлімдеген. Бұған сенесіз бе? No, there of course. Әрине, жоқ. Компаниялардың мемлекеттен іргесін аулақ салуға тырысуынан ештеңе шықпайды. Ондай жоқ. Сайып келгенде Қытай үкіметке жеке компаниялардың дерегін алуға рұқсат беретін заң қабылдап қойған. Бұл жағдайда бұл компаниялар қанша жерде мемлекеттен тәуелсіз болып, тұтынушыларының және өзінің дерегін қорғағысы келсе де, Қытайда деректерді қорғаудың стандарты жоқ деуге болады. Мемлекет деректі қажет етсе, алады. Әлем азаматтарының дерегін жинау кезінде және Қытай компанияларымен кез келген серіктестік кезінде осыны есте ұстаған жөн. They are present in most countries of the world besides Kazakhstan. Hikvision мен Dahua Қазақстаннан өзге әлемнің көп елінде қолданылады. Мәселен, Ұлыбритания, Австралия, Жаңа Зеландия билігінде қауіпсіздік бойынша алаң бар. Екінші жағынан, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы Қытайға сапарынан кейін үкіметке қарата біз олардан үйренуіміз керек деп сөйлеген еді. Сайно IMEX дерек базасының мәліметінше 2018 жылдан бері Hikvision мен Dahua өнімдері Қытайдан Қазақстанға $117 миллион экспортталған. Бұған не айтасыз? Қытайдың технокомпаниялары Қазақстанға өнім тасымалын арттыра берсе, одан қандай салдар шығуы мүмкін? Consequences might arise after that. Yeah, well, one of the reasons that Chinese companies are so popular is that they're. Қытай компанияларының соншалық танымал болуының бір себебі жоғары сапалы камералары мен оның төмен бағада жеткізілуі. Бұл жағдайда Қазақстанның немесе Орталық Азияның өзге елдеріне Қытай шынымен озық бақылау технологияларын айтарлықтай жеңілдікпен ұсынуы мүмкін. Тағы бір мәселе сақтау қоймасы, сервер. Ақылды қала сияқты технологияларды сақтау шығыны өте қымбат. Сол себепті Қытай камералары жазбасы мен өзге нәрселерді сақтауға өзінің бұлтты серверлерін ұсынады. Бірақ ол Қытайда орналасқан. Бұл жерде тағы да оған кімнің қолы жетімді және кім бақылайды деген сұрақ туады. Who controls the data and who has access to it?
We do not have specific data. Біздің қолымызда Қытай камералары Қазақстанның мемлекеттік және әскери стратегиялық нысандарының қанша пайызында орнатылғаны туралы нақты дерек жоқ. Бірақ қолданылатыны да анық. Қорғаныс министрлігі бақылау камералары сырттан бұзып кіруден қорғалған және мұқият тексерілген деп мәлімдеді. Ақпараттың үшінші тарапқа немесе өндіруші компанияға кетпеуіне кепілдік бар ма? To third party of the company that makes the camera. There is no guarantee. The only thing you can rely on is trust. Ешқандай кепілдік жоқ, сүйенетін нәрсе сенім ғана. Өндірушіге сенеміз бе, бұлтты сервер қызметін ұсынушыға сенеміз бе? Болды. Басқасы дабыра мен үкіметтің ақталуы ғана. Қазақстан үшін күнделікті қолданатын жүйені біз бақылап басқарып отырмыз ба деген стратегиялық сұрақ болуға тиіс. Бұл сұрақты ақш-қа да, Қытайға да бағыттауға болады. Технологияны Қытай беріп отырса, біздің технологияны Қытай бақылай ма, ал ақш беріп отырса, солар бақылап отыр ма деген сияқты. Қоғамдық маңызы үлкен мәселеде бір ғана елге сүйену стратегиялық қауіп-қатердің классикалық мысалы. Сіздің нан алатын жалғыз адамыңыз көршіңіз болса, оның бағасын сол реттеп отырса, оған сенер медіңіз? Сондықтан мәселе сенімде. Қытай бұрын осындай ықпал ету тетігін басқа елдерге қарсы қолданып беді. Мұның жауабы иә деп ойлаймын. Мұның Қытаймен көрші отырған ел ретінде әжептәуір қатері бар. That is a significant strategic risk, especially when you're in China's neighborhood. Yeah, there have been efforts by the Kazakh government. Қазақстан үкіметі деректерді қазақстандық серверде сақтауға әрекет жасаған. Ақкөл ақылды қала жобасында мұны жергілікті компаниялар арқылы жүзеге асыруға тырысқан. Дегенмен технологияда қытайлық компанияларға қолжетімді ұрымтал тұстары қалуы мүмкін. Мысалы, Қазақстанның коммуникациялық инфрақұрылымына қытайлық компаниялары арқылы хакерлік шабуылға ұшыраған бірнеше жағдай болды. Себебі ақылды қала технологиясы қытайлық, оның әлсіз тұстарын Қытайда орналасқан күштер пайдалана алады. Бұл қисын камераның бағдарламалық жүйесімен серверге де келіп тұр. Қытайлық камераларда оның бағдарламалық жүйесін қолдану кезінде үнемі оған хакерлердің де, тіпті мемлекеттік субъектілердің қол жеткізу қатері бар. Or even state actors gaining access to this information. Бұл бейнебақылау индустриясын зерттейтін IPVM ұйымының өкілі Конор Хилидің және Орталық Азия істері бойынша Оксус қоғамының өкілі Брэдли Джардиннің жауабы. Олар айтқан қауіп-қатер мен тәуекелдер туралы бірнеше сауалды Ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттік техникалық қызметі мекемесіне, Қорғаныс министрлігіне жолдаған ек. Қорғаныс министрлігі қарулы күштерге қарасты әскери бөлім ғимараттары толық 100% бейнебақылау жүйесімен жабдықталғанын айтты. Камералардың маркасы әртүрлі әскери ғимараттың ерекшелігіне байланысты, деді министрлік. Ал ондағы ақпарат қауіпсіздігі қалай қорғалады? Деректердің үшінші тарапқа я камераны өндірген компания қолына түспеуіне кепілдік бар ма деген сауалға жауап мынандай. Бейнебақылау жүйелерінен серверлер ақпаратты ұстап қалудан арнайы аппаратурамен қорғалған және лауазымды тұлғалардың тұрақты бақылауында болады. Оларға қол жеткізу шектелген. Мердігер ұйымдар бейнебақылау жүйелерін орнату үшін әскери нысандарға кірер алдында Ұлттық қауіпсіздік комитеті органдарында арнайы тексеруден өтеді. Одан кейін режимдік объектілердегі жұмыстарға тиісті рұқсатпен рәсімделеді және құпия мәліметтерді жария етпеу жөніндегі міндеттемелер толтырылады. Осыған жақын бір оқиғаны айта кетейін. Биыл наурызда Азаттықтың Румын қызметі Румынияда 28 әскери нысанның Hikvision мен Dahua камераларымен жабдықталғанын анықтап, зерттеу жасаған. Сонда Румыния қорғаныс министрлігі камералар қауіпсіздік үшін интернеттен ажыратылған деп жауап берген. Интернеттен ажырату камераларды сырттан бақылау не хакерлік шабуыл қатерін расымен азайтады. Бірақ IPVM зерттеушілері Hikvision мен Dahua камералары интернетке қосылмаса да хакерлік шабуылға ұшырауы мүмкін дейді. Хатымызға оралайық. Сұрау салған екінші ұйым Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарайтын мемлекеттік техникалық қызмет мекемесі қытайлық камералар мен олардың ақпарат қауіпсіздігін тексеру біздің құзыретімізге кірмейді деп жауап берді. Ал Қазақстан президентінің әкімшілігі Ақорда, үкімет үйі сияқты стратегиялық ғимараттар қандай бейнебақылау жүйесімен жабдықталғаны туралы ақпаратты құпия қалдырды. Енді жұрт жақсы білетін сергек камералары туралы айтайық. Республика аумағында жол қозғалысын бақылайтын мыңдаған камерасы бар сергек жүйесінің техникалық серіктесі
Біз айтқан Dahua Technology компаниясы. Қазақстандық информбюро сайты осылай жазған. Сергек камераларының бір шетінде Dahua атауы жазылып та тұр. Бұл қытайлық компанияның ресми логотипі. Бірақ Сергек группта Dahua'да бір-бірін ресми серіктес деп ашық атамайды. Сергек компаниялар тобы Азаттық сауалына берген жауабында Dahua мен серіктестігін жоққа шығарған жоқ. Олардың өнімін, яғни камераларын шикізат ретінде пайдаланамыз дейді. Өкінішке қарай Қазақстанда камераларды шығаратын өндіруші жоқ. Сондықтан бізде өзіміздің жүйелерімізде басқа өндірушілердің камераларын пайдаланамыз. Бірақ сатып алынған камераларға біз перепрошивка жасаймыз. Яғни біз камераларға бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқасын жүктейміз. Ол ешқандай үшінші тарап серверлермен байланыспайды. Бұдан бөлек компания камералардан түскен деректің бәрі қазақстандық серверлерде сақталады және ақпарат құзырлы органдарға ғана қолжетімді. Камераларға орнатылатын интеллектуалды жүйені жергілікті мамандар жасаған дейді. Ішкі істер министрлігі сергек заң бұзушылықты анықтауға өте жақсы көмектесіп жатыр дейді. Министрлік сергек жүйесінің 22 мыңнан астам камерасы орнатылғанын айтты. Оның көбі Алматы мен Астанада, ең азы Жетісу мен Ұлытау облыстарында. Министрлік неге кемітіп айтқаны белгісіз, себебі бұған дейін сергек камераларының жалпы саны 30 мыңнан асқаны айтылып еді. Қазақстандағы сергек жүйесі мемлекеттік және жеке меншік әріптестік негізінде жүзеге асып жатыр. Мұндағы жеке меншік тарап өзін Сергек групп компаниялар тобы деп атайды. Ондағы Көркем Телеком, Open Technologies Group, Сергек Projects Ltd деген компаниялардың түпкі иесі ағайынды Қайрат және Әсет Ахметовтер. Құрылтайшылар қатарында Қайрат Ахметовтың жұбайы Әлия Ахметова да бар. Сергек жүйесінің қытайлық компаниямен байланысы туралы бізге белгілі дерек осы. Негізгі тақырыбымызға оралсақ, жалпы Hikvision'де Dahua Technologies'да әлемде бейнебақылау камерасын сату бойынша көш басшы компаниялар. Олардың өнімін тіпті кез келген елден табуға болады. Бүгінгі материалда айтылған нәрселер бұған дейін де көтерілген, талқыланған, біз соны Қазақстан нарығы мен ақпараттық қауіпсіздігі тұрғысында қарастырып көрдік. Мұндағы күмәнді сұрақтар мен айыптауларды қос компания Hikvision'де Dahua Technologies'да жоққа шығарып, ешқандай мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндірмейміз деп жауап беріп келеді. Сіз не ойлайсыз? Пайымдап көріңіз, ой пікіріңізді төменге жазыңыз. Видеомызға лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі көріскенше.